Ресейлік автокөлік иелерінің Қазақстаннан жанармай құю жалғасып жатыр. Арзан бензин мен сұйытылған газ және дизель отынын іздеген жүргізушілер Ақтөбе облысының шекаралас аудандарына жиі келуді әдетке айналдырған. Соңғы бір айдан бері мұндағы жанар-жағармай құю станцияларында ұзын-сонар кезек пайда болды. Толығырақ өңірдегі тілшіміз тарқатады. Орынбор өңірінен келетін ресейлік көлік иелері Жайсаң шекара бекеті маңындағы жанармай құю станциясын жатқа біледі. Олар соңғы бір айдан бері осында жиі келіп жүр. Тәуліктің кез келген уақытында шекара асып, автомашина багын толтырып әкетеді. Ал кейде болатын ұзын-сонар кезекке мән бермейді екен. Ең бастысы, станция үздіксіз жұмыс істесе екен деп тілейді. Наполовину дешевле. Мұнда бензинді біздегі қарағанда жарты бағасын алуға болады. Көбінесе осында келіп құйып алуға тырысам. Шекараға жақын тұрсам, күнде келерем. Сапасы да жаман емес. Қазір кезегімді күтіп отырмын. По бензину в России очень дорого. Бензин Ресейде өте қымбат. АИ 92 маркалы отын шамамен 40 рубльден басталады. Ал Қазақстанда біздің ақшамен 21 рубльдің көлемінде, айырмашылығы жер мен көктей. Сондықтан неге арзанын алмасқа? Еліміздегі жанар-жағармай бағасының арзандығы жүк көліктерінде тиімді болып тұр. Тіпті тауар тасып талай елге сапар шегетін ауыр техника иелері Қазақстанның аумағына аспай тұрып, қажетті отын құйып алуға тырысамыз дейді. Олардың айтуларынша бензин мен дизельдің құны тек көршілермен ғана емес, Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. У вас самое дешевое. Дешевле, чем в Беларуси, дешевле, чем в России. Сіздердегі жанармай бағасы өте арзан, тіпті Ресей және Беларусьпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Мен көбіне Беларусьта құйып алып, осында жеткенше тоқтамауға тырысам. Ал мұнда келген соң автокөлік багын толтырып кері қайтам. Тіпті сіздердегі баға Европадағыдай арзан деп айтабем. Өзбекстане 99% все на метане ездят. Өзбекстанда негізінен сұйытылған газ қолдануға тырысады, себебі бензин қымбат, тиісінше көліктің қозғалтқышы тез тозады. Ал мұнда жанар-жағармайдың барлық түрі арзан және сапасы да жақсы. Бұл жағдайдан жауапты мекеме мамандары да хабардар. Айтуларынша Ресейдегі мұнай өнімдерінің бағасы нарық тәртібі және өзге де қосымша әрекеттермен реттеледі. Ал солтүстіктегі көршіге елімізден жанар-жағармай шығаруға тыйым салынған. Оған қоса Қазақстандағы 3 бірдей мұнай өңдеу зауыты жаңғыртудан өткен соң өнім өндіру көлемі едәуір артқан. Бұл өз кезегінде ішкі нарықта бағаның төмендеуіне ықпал етті дейді. Ақтөбе облысы транзитный потенциал бар, жоғары. Мысалы, біз Россия Федерациямен единый экономический зоны кіреміз. Егер мысалы адамдар бензин құйып алса, біз негізі қолдаймыз, шектеу жоқ. Бізде ешқандай дефицит жоқ. Барлығын газ бойынша, бензин бойынша, дистопливо бойынша бәрі ішке рынокте бәрін толық. Бүгінде өңірде мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізуді 114 жанар-жағармай станциясы жүзеге асырып отыр. Оның жартысынан астамы аудан аумақтарында орналасқан. Мамандар нарықты бақылауда ұстап отыр. Ал ай сайын облысқа энергетика министрлігі 14 мың тонна АИ 92 маркалы бензин мен осыншама көлемде дизель отынын бөліп келеді. Бұл аймақтағы тұтынушылар мен транзиттік көліктердің сұранысын қанағаттандыруға толық жетіп тұр. Ануарбек Мырзатайұлы, Айнадем Молдабеков, Хабар 24, Ақтөбе облысы.